соны біз қазір тәжірибе арқылы зерттейміз. Олай болса, кемпір қосақ қай кезде пайда болады екен? Дұрыс айтып қалды. Жаңбыр жауғанда. Балалар, білесіңдер ме, кемпір қосақ табиғаттың ең күрделі бір құбылысы, бір үлгі. Кемпір қосақ негізінде күн сәулесімен және мына жаңбырдың су тамшылары арқылы пайда болады екен. Олай болса, мына суретке жайлап қараңдар, мінекей қараңдар, мұнда күн, бұлттар, сол бұлттар көп жиналған кезде жаңбыр жауады. Білеміз ғой, иә? Күн бұлттанған кезде не жауады? Жаңбыр жауады. Мінекей сол жаңбырдың судың тамшысы арқылы мұнда кемпір қосақ пайда болады екен. Түсіндіңдер ме? Ал балалар, былай қараңдар енді. Кемпір қосақ негізі ол біздің жаңа табиғатымыздың ең күрделі құбылысының бірі деп білеміз. Ол жаңа айттым ғой мен, күннің сәулесімен және судың тамшысы арқылы пайда болады екен. Кемпір қосақ неше түстен тұрады екен? Айта ғой екен. Сары, қызыл, көк. Сосын Күлгін, сосын жасыл, қоңыр. Жарайсың, молодец, керемет, өте керемет. Олай болса, бүгін сол кемпір қосақты біз зерттеп, тәжірибе арқылы зерттеп білеміз. Зерттелеміз ма? Олай болса, қараңдар. Менің алдымда мындай әдіс бар. Оның ішіне мен айна салам. Мінекей. Енді осының ішіне мен су құям. Қараңдар. Не бақылап отырмын. Айнан батып тұру керек. Енді мен бұл жасаған ыдысқа құйған суымды күннің несіне қоямын? Сәулесіне қосамын. Қазір қараңдар. Күн сәулесінің астына қойған кезде тоқтай тұрыңдар. Судың қазір қимылымен ол анық көрсетпей жатыр. Әне, қазір тоқтады. Әне, суда тоқтады, толқыны. Ал енді қараймыз. Қалай түсті біздің? Неше түрлі түс болды? 7 түрлі түс пайда болды, е? Түрлі түсті. Бұл түстер жолағы дейді. Түстер жолағы ол кемпір қосақтың түрлі түсті түстері дейді, е? Жарайсыңдар. Мінекей, бұның бәрі кемпір қосақтың жарықтың түстері қалай пайда болады екен? Түстер бөлінген кезде, мінекей, түстер бөлінген кезде әдемі кемпір қосақ пайда болады екен. Көрдіңдер ме? Бұның бәрі жарықпен, күн сәулесінің және мына су тамшысының арқасында екеуінің қосылып, мінекей, қандай кемпір қосақ пайда болды. Керемет пе балалар?